Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін қазақтың дәстүрлі тағамының бірі жент жасайтын боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарап, бірге болыңыз. Ең алдымен бізге керекті өнімдерімізді дайындап аламыз. Оны астында описанияда да қалдыратын боламын. Ең алғашқы ыдысымызға тарымызды, талқанымыз яғни, және де құм шекерімізді салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Ендігі кезекте үстіне мейізімізді және де сары майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай қоймалы масса дайын болды. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша формочкаларға салып қатырасыздар. Немесе осылай тарелкеге салып қатырсақ та болады. Дайын болған жентімізді тоңазытқышқа 30 минутқа қатырып аламын. Мінекей менің жентім дайын болды. Ендігі кезекте бірнеше бөліктерге кесіп, тарелкеме әсемдеп саламын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Әр түрлі пішінді етіп формочкаларға салып жасасаңыздар да болады. Астарыңыз дәмді болсын.